Ассалаумағалейкум армағазақ, арнамызға қош келдіңіз. Астанаға тұман түсіп, Алматы плюс 17 градусқа дейін жылыйды. Синоптиктер Астана мен Алматы қалаларына арналған ауадағы 3 күндік ауа райы болжамын жариялады деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Астананың ауа райы 19 наурыз ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз, тұман, көктайғақ күтілмейді. Жел батыстан соғып, жел екпіні 3-8 метр секунд. Ауа температурасы түнде -8, -10, күндіз +1, +3 градус. 20 наурыз ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз, түнде және таңертең тұман түседі. Жел екпіні 2-7 метр секунд. Ауа температурасы түнде -7, -9, күндіз болса +5, +7 градус. 21 наурыз ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз, түнде және таңертең тұман, жел екпіні 2-7 метр секунд. Жел екпіні сонымен қоса ауа температурасы түнде -3, -5, күндіз болса +5, +7 градус. Алматы бойынша ауа райы 19 наурыз ауыспалы бұлт, жауын-шашынсыз, жел екпіні 3-8 метр секунд. Ауа температурасы -1, +1, ал күндіз болса +13, +15 градус. 20 наурыз жел екпіні 3-8 метр секунд. Ауа температурасы +2, +4, күндіз болса +13, +15 градус. 21 наурыз күні жел екпіні 3-8 метр секунд. Ауа температурасы +3, +4, күндіз болса +15, +17. Қазақстан бойынша жалпы болжам. Синоптиктердің айтуынша алдағы антициклон Қазақстан тұрғындарына жайлы көктемді ауа райын қуантады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.